Елімізде зейнет жасын төмендету туралы мәселе қызу талқыланды. Жай айтылып қойған жоқ. Министрлік жанындағы қоғамдық кеңес сондай ортақ шешімге келіп, жуырда жүзеге асуы мүмкін. Бірақ бұл өзгеріс барлық отандасымызға емес, шопандар мен бақташыларға қатысты. Мал шаруашылығын дамытудың кешенді жоспары туралы біліңіз. Жұмыс істегісі келмей ма, өз-өздерімен. Қазір тек бір қолдарына бір сотқа, солармен жүретін енді қайда бәрі тек-ток, мек-ток. Айболаттың ұялы телефонға телміріп, тек-ток қарауға мұршасы жоқ. Таңның атысы, кештің батысы, шаруа қожалығындағы ұсақ малдан басып ірі қараны қарайды. Қолы қалт етсе трактор жүргізеді. Жанында өз секілді тағы 4 жұмысшы бар. Министрлікте өз секілді ауыл шаруашылығы саласындағы жұмысшыларды әлеуметтік жағынан қолдау мәселелері көтерілген, естігенде қуанғанын айтты. Пенсияға шығарғанда дұрыс қой, ертеректеу, сосын балдарды школдарына қарап, біз сияқты адамдарға, басқа жерде істеп жатқан адамдарға осылай қол көмектерін беріп, ұсыныстарын беріп не істесе, бізге де жақсы болады ғой. Мал баққандікі, бірақ қожалығы барлар 4 түлікке бас көз болатын малдың жайын білетін адам табу қиынның қиын екенін айтып отыр. Батырбек Шәуленнің қарамағында 4 жұмысшысы бар. Қой, ешкі, сиыр мен жылқыға алма-кезек солар қарайды. Фермер оларды тегін баспанамен, азық-түлікпен қамтып отыр. Жалақыдан да тарықтырмайды. Шетелдерде фермер дегенді үлкен төсін бүйтіп ашып тұрып сөйлейді ғой, фермер деген. А біздерде қойшы, малшы деген сөздің бәрін төменгі сатыдағы адамдар ретінде есептейді деп ойлаймын. Бәрі айналып келгенде кадрға келіп тіреледі. Кадр ол адамның, жұмысшының жетіспеуіне байланысты. Мысалға мына жерде азаматтар жүр, алма-кезек жұмыс жасайды, бірақ осыларға ауыртпалық түсіп кетпесін деп өзім де қолыммен келіп, қолыммен көмектесіп, үлкен нелерді жаңа. Өйткені адамды жұмысқа запы қылмау керек. Ол запы болған адам оған қарайламай қалады. Үкіметтегі агробизнесті дамытудың кешенді жоспарында малшыларды әлеуметтік қолдауға басымдық берілген. Олардың зейнет жасын төмендетуден бөлек ер балаларын әскери қызметке шақыруды кейінге қалдыру, балаларына білім грантын беру, ауылдық жерде үй саламын десе субсидия бөлу сияқты мәселелер қарастырылады. Мемлекет басшысы егін шаруашылығындағы оң нәтижелерді атап өтіп, мал шаруашылығы саласындағы жұмыстарды жандандыруды тапсырды. Осыған орай ауыл шаруашылығы министрлігі бір апта ішінде ет өндірісі мен экспортының көлемін арттыру жөніндегі нақты шаралармен бірге мал шаруашылығын одан әрі дамыту бойынша ұсыныстар енгізсін. Кешенді даму жоспарында асыл тұқымды мал сатып алуға деп жылдық 6% мөлшерлемемен ұзақ мерзімді жеңілдетілген несие беру бағдарламасын іске қосу көзделіп отыр. Ал жем-шөп сатып алуға, жанар жағармай, ветеринарлық препараттарға 5% мөлшерлемемен несие беру жоспарланған. Ақбай Сұлтанмұрат, Амарат Аққажанов, Еуразия 1 арнасы, Ақтөбе облысынан.